Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Иллюзионистердің қойылымдары көптеген ғасырлар бойы ересектер мен балалар үшін өте қызықты ойын-сауық болды. Өйткені көрермендер залында отырып, ғажайыпқа толы қойылымды тамашалаудан артық не бар? Көп жағдайда қарапайым адамдар түріктің қалай жұмыс істейтінін және олардың қалай табысқа жететінін білмейді. Әрине, бұл нағыз сиқыр емес екенін бәріміз білеміз. Солай емес пе? Бірақ та көптеген сиқыршылар мұның қалай жасалғанын болжауы немесе тіпті білуі де мүмкін. Сонда да бұл жұмбақ шымылдығы жойылды дегенді білдірмейді. Бүгінгі топтамада біз сыры ашылмаған 10 фокуспен танысамыз. Ал сіз бейне басталмай тұрып арнаға жазылып, әдеттегідей löпіл басып пікір қалдыруды ұмыт қалдырмаңыз. Сіздің осындай қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Барлығыңызға алғыс айтамын. Жақсы қаралым болсын. Лю Цань, тиындар. Лю Цань, әйгілі Тайвань иллюзионисті. Ол өзінің сиқырын өте қарапайым бастайды. Ол шыны үстел алдына отырып, үстіне қара мата төсейді. Қолына кәдімгі тиындарды алып, барлығына оларды қарапайым екенін көрсетеді. Содан кейін ол тиындарды алып, қара матаның үстінен тастайды. Ал тиындар қара матадан да, шыны үстелден де өтіп, астыдағы ыдысқа түседі. Бір қарағанда мәселе қара матада деп ойлайтын шығарсыз. Сондықтан Лю Цань күмәнді сейілту үшін қара матаны алып тастайды. Бірақ қара матасыз да оның сиқыры жүзеге асады. Сөйте тұра бұл сиқырдың соңы емес. Үшінші тиынды ол қолмен жаппай-ақ үстелдің арғы бетіне өткізеді. Мұны көрген айналасындағы адамдар өте қатты таңғалуда. Лю Цань мұнымен тоқтап қалмай, түрікті одан әрі қиындатады. Ол өзінің қолын үстелдің үстіндегі әйнектен өткізуге дайындалады. Ал жанындағы адамнан тиындарды үстелдің астында ұстауын сұрайды. Сену қиын, бірақ Лю Цань шынымен де шыны үстелден қолын өткізе алды. Содан кейін ол қолымен тиындарды алып, үстелден қайта шығарды. Лю Цань бұл сиқырымен жұртты таң қалдырды, және оны қалай жасағанын күні бүгінге дейін ешкім ашқан жоқ. Берглес эффекті. Бұл трюк оны ойлап табушы Дэвид Берглестің құрметіне аталған. Бұл шын мәнінде өте қарапайым карта арқылы жасалатын фокус. Фокус басталмас бұрын бізге 52 қарапайым карта көрсетіледі. Көрермендер арасынан бір адам кездейсоқ бір картаны тартады. Көрермендер арасындағы екінші адам бірден 52 дейінгі бір санды айтады. Ал үшінші қатысушы карталарды екінші қатысушы айтқан санға дейін санайды. Міне бірінші қатысушы атаған карта. Ол екінші қатысушы атаған санның дәл астынан шықты. Және бұл фокустағы ең таңғаларлық нәрсе, фокусты орындаушы картаға қолының ұшын да тигізбейді. Бұл трюктің қалай жасалғаны әлі күнге дейін жұмбақ. Бұл құдды бір қара сиқыр секілді. Кирилл Такаяма, Лакоста. Лакоста. Бұл таңғалдыруды білетін жас жапондық сиқыршы Кирилл Такаяманың таңғажайып фокусы. Бұл фокус алдыңғыларға қарағанда күрделірек көрінеді. Такаяма киім дүкеніне кіріп, кәдімгі қызғылт сары түсті футболканы алып, шыны үстелге қояды. Бұл футболкада әлемге әйгілі қолтырауын бренді бейнеленген. Кирилл брендтің логотипіне қолын қойып, оны сәл жанға қарай жылжытады. Және оның қолымен бірге логотипте жылжиды. Осының өзінде айналасындағы көрермендер қатты таңғалуда. Содан кейін ол қарапайым телефонды алып, оны футболканың үстіне қояды. Ол өзінің сиқырлы саусақтарының қарапайым қимылдарымен қолтырауының логотипін телефонның экранына енгізеді. Футболкадағы логотип расымен де жоқ болып кетеді. Ол шынымен де телефонның ішіне еніп кеткен. Содан кейін қолтырауын телефонның экранынан футболкаға қайта оралады. Ол тіпті футболканың бетінде қимылдап жүр. Бірақ осымен фокус аяқталмайды. Енді Такаяма қағаз арқылы логотипті толығымен жабады. Бірнеше секундтан кейін сіз қазір сенбейтін шығарсыз, бірақ нағыз қолтырауын шығады. Бұл шындыққа жанаспайтын сияқты, және Такаяманың мұны қалай жасағаны бір үлкен жұмбақ болып қала береді. Реза, пышақ. Интернет желісінде Реза есімді жас иллюзионист көрсеткен карталық трюк бар. Көптеген басқа да карталық фокустар сияқты. Бұл фокуста қыздың бір картаны таңдап, оған қол қоюынан басталады. Осыдан кейін Реза картаны қыздың алақанына салып, оны қолымен жабады. Бірнеше секундтан кейін ол қолын көтереді, және карта жоқ. Бірақ қойылым мұнымен бітпейді. Содан кейін ол қалтасынан жиналмалы пышақты шығарып, оны есікке бар күшімен қадайды. Ал пышақ қадалған жерден қыздың қолы қойылған карта шығады. Мұны қалай жасалғаны әрине жұмбақ күйінде қалады. Бірақ бұл фокустың керемет көрінетінін мойындау керек. Пен мен Тейлор. Көлеңке. Пен мен Тейлор көрермендерді ерекше трюктермен үнемі таңғалдыратын және оларға түсініктеме бермейтін сиқыршылар дуэті. Және бұл жолы олар бір қарағанда ерекше емес, қарапайым трюкті көрсетуде. Кәдімгі пышақты пайдаланып, Тейлор гүлдің көлеңкесіндегі жапырақты кесіп тастайды. Содан кейін жапырақтар ешкім тиіспеген гүлде де түседі.
Әдетте біз жасаған әрекетті көлеңке қайталайды. Бірақ бұл жолы бәрі керісінше. Көлеңкеде болып жатқан жағдайда шын өмірдегі зат қайталауда. Бірақ қойылым осымен бітпейді. Содан кейін Пен пышақтың ұшымен саусағын кесіп алады. Бірақ қан көлеңкеде тамшылайды. Ал соңында Пен көлеңке түсіп тұрған матаға қолын сүртеді. Міне сол кезде шынайы қан көрінеді. Бұл фокус қарапайым болып көрінеді. Бірақ сонымен бірге есте қаларлық трюк. Көрермендер, тіпті иллюзионисттер бұл фокустың қалай жасалғанын нақты білмейді. Және әлі де ұзақ жылдар бойы бұл сиқырдың сыры ашылмайтыны анық. Пен мен Тейлор, сиқырлы оқ. Иллюзионистердің бұл дуэті бізге бұрыннан таныс. Бұл жолғы фокус одан да таңғажайып және жұмбақ. Пен мен Тейлор қойылым барысында қалтасынан нағыз оқты шығарып, көрермендер арасынан қару-жарақтан тәжірибесі бар адамды іздейді. Көрермендер арасында расымен де қаруды қолданып көрген екі адам бар болып шықты. Пен мен Тейлор оқтың шын екенін көрсету үшін оларға ұсынады. Және барлығына бәрі адал болып жатқанын көрсету үшін оқтарға қол қоюларын сұрайды. Оның үстіне оқтың шынымен атылғанын дәлелдеу үшін сахнаның ортасына екі шыны кедергі қойылады. Содан кейін біздің дуэт екі револьверді алып, еріктілерден қарудың шынайылығын тексеруді сұрайды. Содан кейін оқтарды тапаншаға оқтап, Пен мен Тейлор бір-бірінің аузын көздеп, бір мезгілде атады. Оқтың күшінен дулығылары құлап түсті. Бірақ ең таңғажайыбы, Пен мен Тейлор тірі, ал оқ олардың тістерінде қысылып тұр. Олар көрермендер мен еріктілерге ұстап алған оқтарды көрсетеді. Және ол оқтарда оларды қойылған қолдары да тұр. Пен мен Тейлордың мұның бәрін қалай орындағаны ұзақ уақыт бойы жұмбақ болып қала бермек. Дэвид Блейн. Тістер. Көшеде ешқандай көмекшісі мен реквизиті жоқ, қарапайым адамдар арасында трюктермен танымал болған иллюзионист Дэвид Блейн туралы көпшілігіңіз естіген шығарсыз. Бұл жолы Дэвид осы ерекше сиқырмен барлығын таң қалдырды. Блейн көпшілікке жақындап, алдыңғы екі тісін жұлып алуға келісетін еріктіні іздейді. Көпшіліктің арасынан бір қыз келіскеннен кейін, ол шын мәнінде оның екі алдыңғы тісін жұлып алады. Және бұл сиқырға барлығы таң қалады. Қыз бұған шок болып, тістердің шынымен жоқ екенін тілімен тексеруде. Бірақ күте тұрыңыз, Дэвидтің сиқыры әлі біткен жоқ. Сосын ол екі тісті аузына салып, шын мәнінде қыздың аузына түкіреді. Және сол сәтте қызға ештеңе болмағандай, барлық тістері орында тұрғанын көреміз. Бұл түсініксіз және өте күлкілі фокус. Бұл фокусты достарыңызбен қайталап жүрмеңіздер. Ричард Остерленд. Тиынның майысуы. Бұл біздің тізімдегі ең оңай фокус. Соған қарамастан бұл фокус көптеген сұрақтарды туындатады. Оны Ричард Остерленд орындайды. Ол көрермендерден номиналы 1 пессо болатын кәдімгі тиынды сұрайды. Содан кейін Остерленд тиынды қолымен алып, оны саусағымен қыса бастайды. Кенеттен Пенни сиқырлы түрде иіледі. Ол иілген тиынды қолына алып, көрермендерге көрсетеді, тіпті тексеруге ұсынады. Содан кейін күшпен тағы қысып, қалыпты жағдайына қайтарады. Ричардтың бұл тиынды майыстыратын физикалық күші болуы екі талай. Бірақ ол әрине иллюзионистік шеберлікке ие. Өйткені арнайы дайындықсыз бұл трюкті көрсету мүмкін емес. Енді бұл фокустың сыры ашылмаған деп айту қиын. Бұл жерде бір майысқан тиынды бір майыспаған тиынға ауыстыру фокусшы үшін өте оңай әрекет. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Ал сіз иллюзионистердің қандай қызықты және таңғажайып трюктерін білесіз? Бұл туралы астыға жаза кетсеңіз болады. Сіздерге осы шығарылым ұнады деген үміттемін. Егер расымен де солай болса, арнаға жазылып лүпіл басып қойыңыздар. Ал сіздермен бірге болған Шакамуро. Келесі қызықты бейнелерде кездескенше, қош сау болыңыздар.